Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз жаңа технологиялар. Сабақтың мақсаты ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін түрінде қарастыру. Жаңа ғасыр, жаңа технология. Бізді қоршаған орта мен түрлі салада цифрландыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Өмірімізге дендеп еніп келе жатқан жаңашылдықтар түрлі іс-әрекеттің алдын алуға ықпал етеді. Цифрлық технологиялар ата-ананың орнын алмастыра алмасы анық. Алайда бүгінгі таңда балаңыздың қайда, кіммен және не істеп жүргенін оп-оңай бақылай аласыз. Цифрлық технологиялардың компоненттері бірқатар салаларға енгізіліп жатыр. Жасанды интеллект адамның ойын алмастыра алмайды, алайда оған жедел көмектесіп, дұрыс шешім қабылдауына ықпал етеді. Бүгінде жаңа технологиялар ауыл шаруашылығы саласында айналып өткен жоқ. Бүгінде жаңа технологиялар балаларды тәрбиелеуде де көмекке келеді. Бұл дегеніміз ата-ананың орнын алмастырады дегенді білдірмейді. Әрі құрастырушылардың ондай мақсаты да жоқ. Бірақ балаңыздың қайда және не істеп жүргенін қадағалауға мүмкіндігіңіз бар. Соңғы уақытта ақылды қала деген тіркесті жиі естиміз. Енді міне тұрып жатқан үйлеріміз де күн санап ақылды болып барады. Оқушылар қазір леп белгісінің қойылу тәртібімен танысатын боламыз, мұқият құлақ түреміз. Бірінші, ерекше эмоциялық хабарлы сөйлемнен соң, мысалы, мына кітапхана керемет екен. Екінші, ерекше эмоциялы сұраулы сөйлемнен соң, мысалы, тоқанай, естідің бе сен? Үшінші, ерекше эмоциялы бұйрықты сөйлемнен соң, жат жерде, көргеніңе бола үршіленбе, қайта тәубеңе кел. Төртінші, ұран, үндемәнді сөйлемдерден соң, мысалы, ұлттық құндылықтарымызға қиянат жасамайық. Бесінші, ерекше эмоциямен айтылатын одағай сөздерден немесе одағайлы, қыстырмалы сөйлемдерден соң. Мысалы, уа әділетті қанымай, бәсе, бәйге біздің жігіттікі ғой. Алтыншы, ерекше эмоциямен айтылатын қаратпас сөздер мен сөйлемдерден соң. Мысалы, ассалаумағалейкум ағасы, деп қолын сынып сәлемдесті. Оқу тапсырмасы: өз үйіңдегі 3 жаңа технологияны кестедегідей ретпен жазып шық. Атауы, сипаттамасы, оның артықшылығы. Мысалы, менің үйімде ред-тук велосипеді бар, оның атауы сондай, сипаттамасы ауа тазартқыш, оның артықшылығы экологиялық тиімді. Дәл осы ретпен жазамыз.